Сәлеметсіздер ме біздің Ой таста подкастының құрметті көрермендері. Подкасты жүргізетін мен Арал Моралбек және де бүгінгі подкастымыздың қонағы Астана қаласында халықаралық мектебінің КАС координаторы және ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, саяхатшы Айсәуле Өміртас. Подкастымызға қош келдіңіз. Рахмет шақырғандарыңызға. Сәлеметсіздер ме? Ой таста подкастының мақсаты бұл қазақ тілі жобаларды насихаттау арқылы әртүрлі сала мамандарынан жастарға зерделі ой тастайтын подкаст жобасын жүргізу. Алғашқы сұрақ осы IB бағдарламасында сіздің үлкен тәжірибеңіз бар, қаншама жылдық. Осы КАС деген не осы алғашқы сұрақ? Ол осы оқушылардың өмірінде қандай рөл ойнайды? КАС деген IB бағдарламасындағы өте маңызды жоба. Ол оқушылардың жоба жасайтын академиялық сабақтардан тыс өздеріне инициатива жасай алатын, өздеріне ұнайтын немесе басқаларға көмектесе алатын жобалар жасайтын бағдарлама болып есептеледі. Менің ойымша КАСтың маңызы өте көп, өйткені оқушылар негізі IB-ға келген кезде математика оқиды, ағылшын оқиды, сосын емтихандарға дайындалады да. Ал мысалға одан тыс тек қана академиялық тұрғыда болмас үшін КАС өте пайдалы нәрсе болады, өйткені олар сабақтан тыс бір өздерінің қоршаған ортасына пайда әкелетін жобалар жасай алады. Және де мысалға болады ғой, кейбір кездерде мен бірдеңкені істей алмаймын. Мен математикадан жақсымын, ағылшыннан жақсымын, бірақ осы бір нәрсе бар, музыкалық инструмент ойнай алмайды екенмін, сабақ оқимын деп үйренбеппін деген осындай заттармен айналыса алатын жоба болып табылады. Жауабыңызға рахмет. Осы координатор ретінде бұл сізді қандай ойлар әкелді, қалай өзгертті деп айта аласыз? Өйткені КАС шығармашылық қызмет және де әрекет деген осы жастарға маңызды компоненттерді қамтиды ғой. Координатор ретінде мен ойлаған жоқпын. Мысалға, координатор болар алдында мен тек қана мұғалім едім, ағылшын тілі пәні мұғалім едім. Өзімнің сыныбымдағы оқушыларым өте жақсы қарым-қатынаста болатын едім. Ал КАС координаторы болып, мен DP оқушылардың барлығымен қарым-қатынаста болып кеттім. Және кейбір MOP-дің 5 жылда оқитын оқушылармен де үлкен қандай жақсы қарым-қатынаста болып кеттім. Сонда қоршаған ортам бүйтіп кеңейіп кетті. Басқа да оқушыларды көре бастадым, біле бастадым. Сабақ бермейтін да оқушылармен араласып бірандай көзім ашылған сияқты болды. Сосын оқушылармен көбірек араласқандықтан идеяларды көбірек келеді. Кейбір оқушылардың идеяларын таңғаламын да. Сондай таңғаларлық маған тәжірибе болды. Жауабыңызға рахмет. Енді осы саяхатқа көшсек, сіз 17 елде саяхаттаған екенсіз. Осы қоғамда осындай бір ой қалыптасқан, тек қана Инстаграм үшін, әлеуметтік желі үшін, әдемі суреттер үшін саяхаттаймын деген. Осы оймен сіз келісесіз бе? Және де бұл саяхат сізді қалай дамытады тұлға ретінде? Шынын айтсам, мен суретке онша түсе алмайды екенмін. 17 елде болып, Инстаграмды өзім парақшамда қарайтын болсам, суреттер онша емес сияқты болып көрінеді маған. Өйткені суретке түсуді ұмытып кете бересің. Келесің, көретін жері аузым ашылып, мынау қалай болды екен, мынау не екен деп қызығып, әрбір тастарына қарап шығасың да суретке түсуді ұмытып кетесің. Мен үшін саяхат деген ол жаңа есіктерді ашу, ол жаңа тарихты, сол елдің тарихын, сол мәдениеттің тарихын білу. Саяхат жай ғана барып, Инстаграмға суретке түсіп әдемі жерге. Мен бұрында былай не қылатын едім, Парижға барғым келмейтін еді. Өйткені Париж деген ол тым сонда өзің айтпақшы. Инстаграмға түсіп, суретке түсіп, қайтып келетін жер сияқты болды маған. Сондықтан сондай бір атақты жерлерге барғым келген жоқ. Менің арманым андай атағы жоқ. Бірақ тарихы мықты, терең жерге барғым келді. Бірақ Парижға да барып келдім. Өйткені Парижға барған себебім маған Париждің өзі қызық болған жоқ басында. Мен Парижға барған себебім қасындағы 35 километр қашықтықта Авер-сюр-Уаз деген ауылды жер бар. Сол жерге барғым келді. Неге десең, өйткені ол жерде Винсент ван Гог жерленген жер. Өзінің інісімен бірге. Мен мақсатым сол болды. Бірақ ол жерге енді аэропорт жоқ, кішкентай ғана ауыл ғой.
Сондықтан бірінші Парижға ұшу керек болды. Бірақ Парижде де өте көп тарихқа толы жер болғандықтан қызық болды. Сол жаңағы маған саяхаттаудың бірден бір мақсатым менің көбірек білу. Кезінде біреу айтқан, кім айтқан қазір есімде жоқ. Қаншама кітап оқисың, соншама өмір сүресің дейді. Сол сияқты маған қаншама елге барасың, соншама өмір сүрген сияқты боласың да. Көп нәрсені біліп, жаңа нәрсе біліп, өзіме бір өте қызықты информацияға тоймаймын да. Сондықтан саяхаттау деген осындай. Ал осы саяхат кезінде ең басты назар аударатын факторлар немесе ережелер қандай? Ең басты ереже менің айтарым ол қауіпсіздік. Ең біріншісі, өйткені үйге қайтып келу керек, ата-анаға айтып келу керек. Ең біріншісі. Бірақ жаңа қызықты жағынан маған ең біріншісі ол сол жердің, сол қоғамның кішкентай өздерінің правилалары болады ғой. Біз оны білмейміз мысалға. Соны алдын ала білетін болсақ, қызық болатын сияқты. Қызық болды, және де жаңағы сол елге деген, сол мәдениетке деген бір өзіңнің біліктілігіңді көрсетесің. Және де құрдан құр келген жоқсың, мен оқып біліп келдім деп көрсетесің да. Сонда жаңа айби үйретпекші, уважение болады. Сол, және де тарихын не істеуге болады, не істеуге болмайды, қандай да бір өздерінің мүмкін бір тыйым салынған айтуға болмайтын, істеуге болмайтын заттар бар шығар. Діндері қандай екен. Соның бәрін алдын ала білетін болсаң, менің ойымша жаңағы тәжірибе одан да қызығырақ болатын сияқты. Рахмет. Сіздің осы тәжірибеңіздегі мемлекеттердің артықшылығы мен сондай кемшіліктер қандай болды? Бір сабақ алған сондай бір тәжірибелер болды ма? Сабақ алған болды, иә. Мен 2017 жылы басым айналып Филиппинға баратын болдым. Андай алдын ала жоспарланған не емес етін, саяхат емес етін ол. Барған себебім маған Кореядан бір айға бір басқа шет елге шығу керек болды да. Мен Кореяда оқитын едім ол кезде. Тағы да бір ай қалғым келді Кореяда. Сондықтан бір шет елге шығып, сосын қайттан кірген кезде тағы да бір айға қалуға болады деген сондай заң бар. Соны қолданайын деген. Филиппинға баратын қыз досыммен баратын болып шештік. Бірақ алдын ала көп нәрсені оқымадық Филиппин туралы. Өйткені жоспарланған жоқ қой. Ол тез арада шешіліп қалған осындай мақсат болды. Жақын, арзан және де виза керек емес ел болып шықты Филиппин, сондықтан сонда ұшып бардық. Біз барған кезде өте қателік жасағанымыз, Филиппиннің қандай екенін біз алдын ала оқымаппыз. Келген кезде ғана түсіндік, өте қауіпті жер екен. Манила деген үлкен қала, астаналар Манила. Қауіпті екен, сондықтан кішігірім қорқынышты болды. Біз түнде жалғыз қалып қалдық. Өйткені келесі ұшатымыз таңертеңде еді. Қайда алдын ала отельде мысалы алған жоқпыз, түнде қалып қалдық. Сонда шетелге баратын болсақ, міндетті түрде жоспарлап, біліп, отель барлығын бронь алдын ала жасап, сосын жаңағы контактілер, білмеймін, бір дос па, бірдеңке бір таныстарды тауып, сол жерде абай болу керек екен. Қатты қорқып қалдық. Сол сабақ болды маған. Кемшілігі сол, сондай мемлекеттерге баратын болсаңыздар, абай болу керек. Артықшылығы, шетелдердің артықшылықтары көп негізі. Менің ойымша, ең біріншісі ол кюзин, маған ұнайтыны өте олардың кухнялары. Түрлі тағамдардың дәмін көрген жақсы көремін, және музейлер. Не болды екен осы мемлекетте? Біздің мемлекетте мынау болып жатқан кезде, мына мемлекетте не болды деген сұрақ менде әрқашан қызықты маған. Абай өмір сүрген кезде, осылай өзім сұрақ қойып, Абай өмір сүрген кезде, 1856 жылы өмір сүріп, 1904 қайтыс болды. Сол уақыттарда Абай мына жерден роман жазып жатқан кезде, мына Европада не болып жатты деген кезде, сөйтсе, менің жаңағы маған ұнайтын Винсент ван Гог, сол екеуі бір уақытта өмір сүрген, аралары 8 жас екен. Сонда қалай деп салыстырғанды жақсы көремін да, и музейлеріне барамын. Мына жылдар былай болыпты, мына жылдар солай болыпты. Сол. Рахмет. Сіз және Корея мемлекетінде білім алды деп атап өттіңіз. Осы Корей тілі туралы көптеген адамдардың ойында мүмкін сондай шектеулері бар. Қиын тіл, сосын тағы да стереотиптер бар. Әртүрлі, мысалы Қытай тіліне ұқсайды, Жапон тіліне ұқсайды. Осы туралы сіздің пікіріңіз. Тіл үйренуде сізге қиын болды ма, оңай болды ма, қалай дұрыс үйрену керек? Шет елдің тілін үйрену орташа адамға мен қиын деп ойлаймын. Бірақ мотивация деген нәрсе болу керек. Ол мотивация, ол сенің қызығушылығың біріншіден. Неге сен ол тілді оқығың келеді? Мен Қытай тілін оқығам кезінде.
мотивациям жетпеді. Қытайда да болып келдім, Қытай тілін оқыдым университетте. Кейбір жаңа фразалар есімде, бірақ тілді қамтай алмадым. Есімнен шығып кетті, миымда қалмай қалды. Корей тілін оқығаны 10 жыл өтіп кетті, әлі кешен есімде. Әлі кешен сөйлеймін, әлі кешен түсінемін, өйткені қызығушылық бар. Ол қызығушылық сол баяғы Корейдің музыкасы, мәдениеті, тарихы, жаңа киноларын, сериалдарын жақсы көргендіктен. Стереотип туралы айтатын болсақ, корей тілінде әріп. Көбісі ойлайды корей тілінде, жапон тілінде және Қытай тіліндегі сияқты иероглифтар деп, бірақ ол шын емес. Корей тілінде 40 әріпі бар. Ол дауысты, дауыссыз әріптері, соның бәрін үйреніп бір-бірімен қосып оқуды үйренуге болады. Және корей тілдің оңайы, ол қазақ тілін жақсы білетін болсаң, корей тілін үйрену өте оңай. Неге десеңіз, корей тілі мен қазақ тілінің сөйлем құрастыру ережелер бір-біріне ұқсас екен. Мысалға, етістік сөйлемнің аяғында болады екен. Мен барып келдім. Ал корейше айтатын болса, қатта уатта деп жаңа соңына қояды, барып келдім дегенді. Сол сияқты, сондықтан мүмкін мен өзім қазақ мектебінде оқып, қазақша ортада өскендіктен оңай болды ма деп ойлаймын. Бірақ негізі тілдерді үйрену үшін бір күштіңдей мотивация керек. Рахмет. Ал мемлекет туралы? Мемлекет туралы қызық. Кореяны енді әлі күнге дейін. Мен Кореяда болып келгенде 10 жыл болып кетті ғой. Ол кезде жаңағы интернет қатты дамыған емес, көп нәрсені білмейміз. Қазір мүмкін емес қой, бірдеңкені білмеу мүмкін емес. Қазір деген интернет деген дамыған соншалықты, қандай деңгейде дамып кетті. Кез келген сұрақты ChatGPT-ға сұрақ қойсаң жауап береді міндетті түрде. Бірақ дегенмен де әлі кешен стереотиптер бар. Ол ең бірінші стереотип. Мен сол Кореяға барған кезде класстастарым, сосын туысқандарым сұрақ қойған кезде, шынымен кореецтер ет жейді ма деп сұрайды. Бірақ ол шын емес. Мен өзім де солай ойладым, мүмкін деп, солай шығар деп. Кореяға барып ресторандарда иттің еті менюде тұрады ма деп қорқып жүрдік. Бірақ ол шын емес, мүлдем иттің етін жемейді олар. Сосын Кореяның көп қоғамда болатын нәрселер көбінесе бізге ұқсайды екен. Бірақ кәрістер заңға деген заң қатты қорғайды адамдарды. Ал бізде заң деген кішкене әлі бір басқаша сияқты. Көбінесе біз неге айта саламыз, олар өздерінің проблемалары, оны былай шешеді, оны ақсақал шешеді, оны отағасы шешеді деп жаңағы онша мән бермейміз. Кореяда олай емес. Кореяда міндетті түрде барлығы заңды тұрғыда өтеді. Сол стереотиптер болды, бірақ бірінші аптада барлығы жоғалған шығар. Мен Кореяға барып көзім бірінші аптада барлығы ашылды. Қатты бүйтіп. Содан кейін, содан кейін жаңа Кореяға барып келгеннен кейін мен міндетті түрде ешқашанда стереотиппен басқа шетелге бармаймын деп шештім. Өйткені ол мүмкін емес. Мына жерде отырып біз сөйлеп жатқанымыз ол бір нәрсе. Онда барып, сол ортаға барып сөйлеген, ол көрген өз-өзімен ол мүлдем басқа нәрсе. Сондықтан алдын ала предубеждение деген нәрсе болмау керек. Даже кейбір жерлерде оқып, осындай екен дегенмен де бірінші жаңа ресерч жасау керек міндетті түрде. Рахмет. Сіз және ұстаз ретінде ағылшын тілінің пәнін үйреткен едіңіз. Сіз әдебиетпен қатты кітаптарды оқисыз, қатты ұнайды сізге. Осы біздің көрермендерімізге қандай кітаптарды ұсынар едіңіз? Қандай бір кітап сіздің көзқарасыңызды өзгертті? 2 кітапты айтамын қазір. Мен өте көп кітап оқыдым. Кітап десе мен жаным берем. Әлі күнге дейін оқығанды өте жақсы көремін. Өйткені жаңағы айтып кеткенде қанша кітап оқисың, сонша өмір сүресің. Бұрында жаңа предпочтением не болатын еді? Классика. Граф Монте-Кристо туралы оқып, Александр Дюма, Виктор Гюго, француз европейцтердің кітаптарын өте қатты жақсы көретін еді. Орыс жазушылардың кітаптарын өте жақсы көретін еді. Қазіргі кезде, заманауи литературада негізі өте қызық. Бірінші кітабым классика деп саналады. Ол Ирвинг Стоун деген автордың «Жажда жизни» деген кітабы бар. Жаңағы Винсент Ван Гог туралы кітап. Винсент Ван Гог өзі жас кезінде қайтыс болып кеткен, 37 жасында өз-өзін өлтіріп қайтыс болып кеткен. Бірақ оған дейін жаңағы 27 жасында ол түсінеді. 27 деген негізі кеш қой, өзінің кәсібіңді іздеу, кәсібіңді табу. Ол Винсент Ван Гог
сол как раз 27 жасында өз шешеді, мен суретші болғым келеді, мен сурет салғым келеді деп шешеді да, 10 жыл сонымен айналысады. Бірақ өтті деген жаңағы несі қиын болады, сонымен шыдай алмай ол өмірден кететін болады. Бірақ сол 10 жылдың ол өмірден кеткеннен кейін біз қазір мысалға бір картинасы Винсент Ван Гогтың 200-300 миллион долларға дейін тұрады. Оны Винсент Ван Гог өкінішке орай білмейді, өйткені ол кетіп қалған, содан кейін ғана. Сонда жаңа кітап неге үйретеді деймін да, тоқтамаңдар, берілмеңдер, күте тұрыңдар кішкене. Қиыншылық бар, ол өте ұнады. Сол кітап қызықты жазылған, кішкене фантазия қосылған, өйткені біз білмейміз ғой Ван Гог не істеген. Бірақ Ван Гог өзі өмір сүрген кезде достарына және інісіне өте көп хат жазған. Сол хаттарды жинап, жаңа Ирвинг Стоун деген автор хаттардың барлығын жинап, сонда өмірінің барлығын несін сол 10 жылды бүйтіп кітап ретінде шығарған. Не болғаны. Сол кітап. Екінші кітап ол заманауи кітап, қазір автордың атын айта алмаймын мен. Харари фамилиясы. Краткая история человечества деп аталады. Толықтау келген кітап, бірақ өте қызық, қазір ұмытып кетіп қайтадан оқығым келеді сол кітапты. Мен қазір оны досыма бердім, досым да оқып жатыр. Сол жаңағы большой взрывтан бастап бүгінгі күнге дейін адамның тарихы түгел жазылған, өте қызық жазылған. Маған ең ұнағаны жаңағы мәдениет, культура қалай пайда болған жазылған. Қалай пайда болды осы халықтар, біз қазір қазақтар бүйтеді, біздің ата бабамыз бүйтетін еді деп, оның бәрі қайдан пайда болды деп. Мысалы біз маймылдан, Дарвинға сенетін болсақ, маймылдан адам эволюция болып адам болып келсек, қалай культура пайда болды деген сұрақ туындайды да. Соның барлығы жазылады да, енді ана взрыв мозга. Өте қызық кітап, маған өте қатты ұнайды. Мен совет беріп едім соны, бастадың ба? Сіз енді ұстаз ретінде тағы да жаңа тәжірибеңіз көп қой. Ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Ата-аналар көбінесе шетелге шығуға, мүмкін оқуға жіберуге, сондай шектеу көп айтады, уайымдайды, мүмкін балалардың болашағы туралы. Сіз қандай, ата-анаңыз сізге қандай қолдау көрсетті? Немесе қазіргі ата-аналар қандай кеңесті миларында ұстау керек? Мен ата-анамдан негізі қорқатын едім, мен жүруге. Әкем рұқсат бермеді шетелге шығуға негізі. Біз соңында мамам екеуміз әкемізге айтпай қашып кететін болды. Мамамның бірақ қандай қорқатын, бірақ қорқудан одан да көп жаңа одан да артық бір сезім бар етін. Қызым білсе екен, көрсе екен, жаңа көзі ашық болса екен, мына қараңғылықта қалып қалмаса екен деген арманы болды да, сол жаңа қорқыныштан артық болғандықтан ол маған рұқсат берді жіберуге. Мен мамамның алдында тұрған бір арман еді, осы балалар қалаға көшкен себебі де, ауылда тұратын едік, ауылдан қалаға көшкен себебі де сол болды. Қалып қалмаса екен осы жерде деген, осы деңгейде. Сондықтан жіберіп жаңа қорқады, ол дұрыс, ол шын, оны ешқайда кетіре алмайсың. Енді ата-аналарға беретін деген мен бір совет, ол баланы білу керек та, баланың ішінде не бар екен. Менің уақытым жоқ саған деген. Мен қазір, менде жұмыс, менде проект деп жаңа баланың проблемаларын немесе баланың өмірін кішкене шетке қоя берсе, ол кете береді, жинала береді да, бала соңында қалып қалады, басқа жақта қалып қалады, шет жақта, екінші орында қалып қалады. Сонда ата-ана ешқашан ол баланы өзіне қайтара алмайды. Сондықтан баланы кішкене болсын, жайлап болсын, бірақ қызығушылық көрсету керек баланың өміріне, және баланың өзінің қызығушылықтары бар. Даже аниме болсын, қазір футбол жақсы көреді кішкентай кезінде. Жақсы, пайдалы бір нәрсе іздеп көрсін соның арасында, және сұрақ қойсын, тыңдасын. Вот сол кезде баламен связь болу керек та. Баламен связь болатын болса, соны одан кейін жаңағы жіберуге, шетелге жіберуге қорқпайтын сияқтатынлар. Онша да қатты қорқпайды. Өйткені біледі, бірдеңке болса бала маған айтады деп ше. Мен енді өзім балаларым жоқ, мен білмеймін оның қалай екен. Бірақ мен сондай сезімім бар. Осылай дұрыс сияқты маған. Егер де баланы кішкентай кезінде, ой, қазір жасы 7-де оның, ничего страшного, 9 жасында тыңдайын баланы деп жаңа откладывать ете берсе, баланы жоғалтып алады деп ойлаймын. Өйткені уақыт деген тез өтеді, ал эмоция деген қалып қалады. Негативный эмоция одан да ұзаққа қалып қалады. Негативный эмоциядан сосын айырылу өте қиын болады да, сосын психологпен жұмыс істеу керек, ары қарай ата-анамен деген жаңағы связь болмай қалады. Сондықтан сол қызығушылық көрсету, уақыт бөлу, баланы тыңдау, баламен бірге болу, баланы қолдау,
уақыт бөлу, және солай, мне кажется, соңында жаңа қорқыныш деген екінші орынға кетіп қалады. Сонда қорықпай уже шетелге оқуға да жүруге болады, немесе бірге баруға болады. Қазір кейбір ата-аналар балаларымен бірге барып келеді ғой оқуға. Сол сияқты. Рахмет. Біздің подкастымыз Ойтаса деп аталады. Осы сұхбаттың қорытынды сөзі түйіні ретінде біздің көрермендерімізге қандай ой тастар едіңіз? Менің ой тастар бір түйінім ол әрқашанда қызығушылық арттыру. Ешқашанда мен бүгін демала тұрайын, жоқ әлде мен осы жылы демалайын, жаңа гапьер дейді ғой, гапьер алады оқушылар қазір. Сондай болмау керек сияқты. Әрқашанда қызығушылық арттыру, не болмаса да бірдеңке. Өйткені біз қазір жарты жылға тоқтап қалсақ, уақыт деген заман зымырап өтіп бара жатыр. Қазір жарты жылға тоқтап қалсақ, қалып қаламыз. Сондықтан жаңа трендті болу керек, әрқашанда қазір не болып жатқанын қарап үлгеру керек сияқты. Сол менің түйінім. Көп рахмет. Уақыт бөліп бүгінгі подкастымыздың қонағы болғаныңыз үшін алғысымды білдіремін. Біздің көрермендеріміз де өздеріне зерделі ой түйетін ойдамын. Алып қосар ойларыңыз болса бөлісе кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.